Арнада бірінші келгендер және осы видео лайк баспағандар менің каналыма тіркеліп және қасына колокольчик басуын сұраймын. И мен соңында лайк басуын сұраймын, өйткені видеоларды пропускать ете алмайсың. Ал видео басталмай тұрып, мен сендерге Nexon деген өте керемет каналды. Олсың өсіліктер балдар, оның каналында өте қызықты видеолар көре аласыңдар. Превьюлар және авасы өте керемет. Давайте тез тіркеліп кетіңдер. Описаниеда болады. Өте керемет канал. Ал енді видеоға кете бер. Ассалаумалейкум балдар, мен бірге Спиди AK Спиди деп қуып кетсін. Короче, қалайсыңдар балдар, мен көңіл күйім өте керемет. Яғни мен МКП Ньюстың екінші бөлімін шығарайын деп жатырмын. Я балдар, ешқандай плагиат емес, мен клейпеден бұрын түсірген болатын. Яғни ол менен сұраған болатын. Яғни бірінші бөлімі описаниеда болады, мен 3 апта бұрын түсірген болатын. Кешірім сұраймын, я көптеген бері шыққан жоқ. Ал енді жаңалықтардан кете берейік. Ал енді балдар, өте кереметте жақсы жаңалықтан айтқым келіп тұр. Яғни Шелдиде 30.000 подписчик келген болатын. Шелди семе от души 30.000 подписчикпен құттықтаймын. Әрі қарта 100.000 миллион миллиард, короче, бриллиантовый, золотой, серебряный кнопка ала бер. Яғни және де TRX-ті озуына қалаймын. Я нота озбай қалғаны және де сіздер құттықтауларыңызға болады. Шелдиде 30.000 подписчикпен, я почти ханды осып кеткен болатын. Окей достар, я короче от души құттықтаймын, каналын дами берсін. Ал енді тағы басқа жаңалықтарға кете берейік. Нейтрон өзінің сообществода минус конфликт деп жазған болатын. Яғни не десеңдер балдар, ол Демфимен татуласқан болатын. Я балдар, ендігі әрі қазақ МКП-де жаман үлкен конфликт болмайды деген ойдамын. Сендерді келсеңдер, мен видеома лайк басып кетіңдер. Ендігі әрі болмайды деген ойдамын. Енді татуласып нормальны болып жүріңдер. И мен өте қуаныштымын, өте керемет жаңалық. Ал енді келесі жаңалыққа кете берейік. Тағы да өте керемет жаңалық біздің қазақ МКП комьюнитидағы өте керемет МКП-шілер ютубқа оралып жатыр. Олар кім десеңдер, ол Асылка және де Нелфон. Я бұлар енді Асылкадан бастап кетейік. Ол 3 ай видео түсірген жоқ, бірақ 3 айдан кейін ютубқа оралған болатын. Я бұлар бұл мықты деп айтуға да болады. Біздің қазақ главный ютубершамыз МКП-ге және ютубқа оралды. Келесі ол Нелфон, я ол 1000 подписчик болған ютубер, ол актив болған үшін канал сатқан болатын, бірақ жаңа канал ашыды, ютубқа оралған болатын. Я балдар, енді өте керемет жаңа біздің любимый ютуберларымыз ютубқа оралып жатыр. Енді келесі жаңалық ол достар, я Телзи деген ютуберде кеше ғана туған күн болған болатын. Ол туған күнге орай сіздерге өте керемет имидж ауыстырған болатын. Я балдар, и ол жаңа ғана 500 подписчикке жеткен болатын, бірақ я 500 подписчиктен асып кеткен болатын. Ал келесі жаман, өте керемет жаңалық балдар, ол достар, Шалкер 1000 подписчикке жеткен болатын. И ол видеосы бір күн ішінде 1000 просмотр жинаған болатын. Я балдар, хайп бұл деп айтуға да болады. Және де сенім 1000 подписчикпен құттықтаймын. Алда уақытта 5000 миллиард сандарға жетістіктерге жете бер. Ал балдар, сіздермен болған бірге Спиди. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Келесі бөлім қаласандар, яғни 3-ші бөлім қаласандар, осы видеоға 150 лайк басып кетіңдер. И ояқта 4 видео тұр, соны қарауларыңызға сұрайын балдар. Ал сіздермен болған бірге Спиди AK Спиди. Ал давайте, пока-пока, чао. Осы видеоны музыкамен көре беріңдер.